жаңа алдарыңызға шығып кеткен спикерлердің айтып тұрған әр сөздің ішінде барып тұрған бір толып тұрған бір құндылық бар деп айтқым келеді. Бірінші, Жандарбек Шырым әр адамның өзінің сөз сөйлеу мәнерісін айтып кетсе, артынша Арман Шырым анасын қалай сыйлау керек екен, бұл өмірде бір мақсатқа жету үшін алдына қойып қойған бір ұстанымның дұрыс болу керек екенін оны айтқан болатын. Енді міне ислам бауырым бос кілемдегі күрескен, өзімізбен бірге күрескен, бізден жастау болса да, сонау үлкен жеңіске жеткен исламның айтып кеткен сөздерінің әр сөзінде бір құндылық бар деп айтқым келеді. Міне, ең бірінші айтарым, құрметті айналайын жастар, бүгінгі қатысушылар. Кеше ғана бір кісімен кездескен болатынмын, үлкен лауазымдағы адам. Ең бірінші сөзінің басында айтқан сөзі мынау болды. Құрметті ағайын дейді, ел аман жұрт тыныш болсын дейді. Ел аман жұрт тыныш болсын деген бір керемет сөз, қарап тұрсаңыз. Шынымен де елдің амандығы мен жұрттың тыныштығы болу ең бірінші қастерлі біз үшін қасиетті дүние. Өйткені анау соғыстың қадірін, соғыстың қасірет екенін, соғыстың қырғын екенін, соғыс болған жерде елдің берекеті кететінін, оны мен соғыс көрген ағаларым ретінде айтып келіп тұр. Елімізде тыныштық болсын, соғыс болмасын деген келіп. Міне осындай бірлік пен ынтымақ сақтайтын болса, жаңадай жастарымыз өз алдына қойып қойған үлкен мақсаттарына жету үшін бір нақтылы табандылық танытатын болса, талай әлгілік алып белестеріміз болады деп айтқым келеді.